Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Университет арнасында жаңалықтар. Студияда Кенжеғұл Жанболат. Қазан айының 18 жұлдызында елбасының қатысуымен Нұр Отан партиясының кезектен тыс 15-ші съезі болып өтті. Әлемнің ең қуатты 30 елінің қатарына кіру Нұр Отанның болашаққа жол сілтейтін темір қазық болуы тиіс. Астанада өткен партияның кезектен тыс съезінде елбасы осылай деді. Көптен бері талқыланған партия доктринасында экономикалық әлеуетті арттырудан бөлек қоғамның рухани байлығына басымдық берілген. Бұл жиын шынымен де бұрынғыдан өзгерек форматта өтті. Ал жетекші партияға жаңаша атау берілді. Келе жатқан жолымыз дұрыс, бірте-бірте барлық жағдай түзіледі, барлық мәселе шешіледі, барлығымыз қолымызда қонған алтын құс бақытымызды сақтай білсек егер. Съезге университетіміздің ректоры Наметов Асқар Мырзахметұлы қатысты. Ректорымыздың айтуынша, съезде қабылданған шешім жан-жақты мәселелерді қамтыды. Әсіресе жастардан көп үміт күтілетінін айтты. Алдымызда үлкен технологияның өзгерісі келе жатыр. Инновация деген, инновациялық болашақ деген, экологияға байланысты алға қойған талаптар, экономикаға байланысты көп. Оны кім алға тартады? Оны жастар тартпаса, жастардың мүмкіндіктерін қолданбасақ, ол алға баспайды. Партияның беделін арттыра түсетін тағы бір топ жастар. Доктрина аясында жаңа буынға да үлкен міндет жүктелді. Жастар демекші, аталмыш съезге университетіміздің беткестар студенттеріміздің бірі Тұрсынов Сабыржан қатысты. Қоғамдық өмірге белсене қатысып жүрген жас студент бүгінде Нұр Отан партиясының мүшесі. Съезден Қазақстан 2020 стратегиясы дәл бізге жастарға арналғандығын түсіндік. Бүгінгі таңда елбасымыз жастарға, яғни жас отан мүшелеріне көп үміт артып отыр. Осы съезден алған білімімізді қаламыздың өркендеуіне іске асырамыз деп сенемін. Соңғы нүктені сөз соңында елбасымыз өзі қойды. Партиямыз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын. Мәңгілік елді бірге жасайық. Нұр Отан алға, Қазақстан алға. Ботагөз Талғатқызы, Аягөз Мұстафа, Ерболат Аханов, Жастар ТВ. 21 қазанда болашақ бағдарламасы бойынша шетелден білім алып келген түлектер журналистика мамандығының студенттеріне дәріс оқыды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Елбасымыз болашақ жастарымыздың келешекте білімді болу үшін көптеген жағдайлар жасады. Атап өтер болсақ, болашақ стипендиясы бойынша шетелде оқу мүмкіндігі. Осындай жастарымыздың бірі Ермек Мақашев. Я являюсь выпускником Российского университета дружбы народов, также старшим преподавателем в Евразийском национальном университете. Қазіргі таңда болашақ ассоциациясының атқарушы директорының орынбасары қызметін атқарады. Біздің қаламызға да сәті түскен акция өкілдері оқу ордамыздың оқу залындағы журналистика мамандығының студенттеріне медиа жоспарлау тақырыбында дәріс оқыды. Государственные органы планируют работу с медиа в связи с тем, что им необходимо осуществлять работу по освещению своих мероприятий или же комплекса мер почему-нибудь. Медиа жоспар тақырыбына тоқталды. Мысал келтіру арқылы экономика, саясат, маркетинг, ал ең бастысы бәрімізге белгілі Экспо 2017 жобасы жайлы сөз қозғады. 2017 жылға қандай жұмыстар жүргізіліп жатқаны жайлы баян етіп, аталған тақырыпқа медиа жоспар үлгісінде ұсынды. Дәріс барысында студенттеріміз медиа жоспардың түрлері мен құрылу үлгілеріне көбірек мән берді. Көкейлеріндегі сұрақтарға жауап алып, білімдерін толықтырды десек артық болмаз. Ақбаян Сағынғалиева, Марат Төлеев, Жастар ТВ. Кез келген білім ордасы белгілі бір кодекске жүгініп жұмыс жасайды. Осындай талапқа біз студенттердің ар-намыс кодексін жатқызамыз. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Балаға сапалы білім мен саналы тәрбие беру тек отбасына ғана емес, сонымен қатар білім мекемелеріне де тікелей қатысты. Жасөспірім санатындағы әрбір студент өзі оқып жүрген білім ордасындағы талаптарды орындауы қажет. Әр оқу орындарында студенттің ар-намыс кодексі болады. Бұл кодекс бойынша студенттер көрсетілген нормаларды қабылдайды және оларды бұлжытпай орындайды. Ахмет Байтұрсынов атындағы университеттің ар-намыс кодексі төмендегідей негізде жүзеге асады. Ғылымдарды талмай үйрену, өз білімін көбейту, ұят, теңдік, ізгілік және әділет заңымен жүру, жас үлкендерді құрметтеу, берілген жұмысты уақытында орындау, университет дәстүрлерін сақтау, оқу орнының корпоративтік дәстүрін жалғастыру, зиялы, жоғары білімді және жан-жақты дамыған адам болу, салауатты өмір салтын жүргізу, тұрғындардың әлеуметтік жағынан аз қамтылған тобына жататын кісілерге мейірім көрсету, университет
патриоты болу. Кез келген жағдайда ар намысты сақтау және өзінің абыройын бағалау. Университет этикасын сақтау. Университет қауымдастығы арасында көргенсіздік көріністеріне төзбеу. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен 2011 жылдың 22 қаңтарында студенттердің ар намыс кодексі қабылданды. Университетіміздің ар намыс кодексінде көрсетілгендей, әрбір студент сол кодексте көрсетілген міндеттемелер мен нормаларды орындауға міндетті. Онда көрсетілген негізгі нормалар мен міндеттемелер ол университетіміздің ең бірінші әрине патриоты болу, және де әрбір өтетін іс-шараларға белсенді түрде қатысып, университетіміздің атын даңққа көтеру. Ұлтымыздың қазақ болып қалыптасу үшін үлкен еңбек сіңірген Ахмет Байтұрсынов атымен аталған оқу орнымыздың әр студенті бұл кодексті білуі керек. Себебі бұл кітаптан немесе интернеттен іздейтіндей көп ізденуді талап ететін қиын жұмыс емес. Төменгі қабатта екі тілде анық жазылған студенттің ар намыс кодекс тақтайшасы көзге бірден шалынады. Сондықтан қойылған міндеттер мен нормаларға бағыну біздің басты міндетіміз. Ақбота Сақұлова, Ерболат Аханов, арнайы Жастар ТВ. Қазан айының 25 жұлдызында университет факультеттерінің деканы қызметіне сайланған студенттердің есімі белгілі болды. Толығырақ тілшіміз Қалдыбек Ақбота жалғастырады. Бүгін университетіміздің аграрлы-биологиялық факультетінде студенттер деканы сайлауы өтіп жатыр. Үздік деп тапқан үміткерлеріне әр топ басшылары дауыс беруде. Студенттің ғылыми жұмыспен айналысуы, мәдени шараларға белсене араласуы қазіргі күні белең алған ең ізгі шара. Студенттердің өзін-өзі басқару ұйымының бір мүшесі болуы студенттің тек жеке басы үшін ғана емес, біріншіден өзінің оқу орны үшін, кейін ел үшін атқарар ісінің бастамасы болып есептелінеді. Яғни шығармашылық шырқау шегінің нәтижесіне жетуге осы кезден қамтана бастап бойындағы қабілетін тартады. Университеттегі студенттердің өзін-өзі басқару негізінде студенттерге жоғары оқу орнын басқару мен оның ішінде факультеттер, студенттер үйі, қызығушылықтар, үйірмелер және тағы да басқалар бойынша студенттік өздерінің өмірлік іс-әрекеттерін қалыптастыруға рұқсат беретін біртұтас жүйе. Оқу ордамызда тұңғыш рет өткізіліп отырған сайлауға өз кандидатурасын әр факультеттен бірнеше студенттер ұсынды. Құрамына факультеттеріміздің ең белсенді және үздік оқитын, факультет өміріне белсене араласуына байланысты іріктеліп алынды. Негізі бұл сайлаудың өткізілуінің ең басты үш мақсаты бар. Бірінші мақсаты әрбір студентке біз оның сайлау құқығы бар, өзінің дауыс беру құқығы бар екенін азаматтық тұрғыда оларға бойларына сіңдіру керекпіз. Ол алғашқы мақсат. Екінші мақсат олардың азаматтық тұрғыда белсенділігін арттыру. Үшінші мақсат, ең басты мақсаттардың бірі, ол әр факультеттегі біздің белсенді студенттерді басын қосу. Сайлау барысында ешқандай ережелер бұзылмады. Сайлаушылар айтылған уақыт аралығында келіп, өз дауыстарын таңдаған үміткерлеріне берді. Студенттік өзін-өзі басқару жастарға маңызды өмірлік тәжірибе беріп, жауапкершілік мәдениетінің қалыптасуына ықпал етеді. Жоғары оқу орны мен қоғам арасындағы ортақтастық сезімі пайда болады. Маңызды мақсаттар мен міндеттер қоюға, оның орындалуын жобалауға және түпкі нәтижеге жауап тартуға үйретеді. Бара-бара студенттер проблемаларды өздігінен тауып, оны шешуге икемділігі қалыптасады. Бұл сайлаудың бір ерекшелігі, мынау мәслихатқа сайлау жүйесіндегі мінекей сайлаушылар тізімі бойынша сайланды. Жалпы мынау беру студенттердің пікірлері, осы дауыстары, олардың ойларын осы мінекей топ басшылары мінекей сайысқа түсті. Соңғы сайлаушы келіп, өз дауысын бергеннен кейін сайлау комиссиясының өкілдері сайлау жәшіктерін ашты. Әр үміткер бойынша барлық дауыстар саналды. Нәтижесінде гуманитарлық әлеуметтік факультеттен Түркистанова Динара, заң факультетінен Қанатбаева Махаббат, ақпараттық технологиялар факультетінен Успанова Ботагөз, экономикалық факультеттен Тагленова Меруерт, аграрлы-биологиялық факультеттен Букарбаев Айдар, инженерлік техникалық факультеттен Султанаева Гүлдана, ветеринарлық және азық-түлік өнімдері технологиясы факультетінен Рахметуллина Айжан студенттік декан атағына ие болды. Алдағы уақытта таңдалған студенттеріміз университетіміздің жандануына өз үлестерін қосып, болашақта келелі мол келешектің тізгінін ұстайтын, қуатты, білімі мол, қай салада болса да аянбай тер төгуге бар жас маман иесі болып шығарына сенеміз. Ақбота Қалдыбек, Ерболат Аханов, Жастар ТВ. Спорт денсаулық кепілі. Университетімізде бұл қанат сөзді өмірлік қағида еткен спортшыларымыз баршылық. 19 қазанда денсаулық күніне орай жеңіл атлетикадан жарыс болып өтті.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтардың кем дегенде 30% бұқаралық спортпен күнделікті айналысуы керек. Бұл денсаулық, сұлулық және жетістік дейді. Өз денсаулығына бей-жай қарамайтын әрбір адам жүгірумен айналысса, оның денсаулығының тастай берік болатындығы сөзсіз. Артық элементтер мен шығынды қажет етпейтін бұл спорттың ең қарапайым да жеңіл түрі. Егер мықты, ақылды, әдемі болғың келсе, жүгір дейтін сөз бар. Демек, күніне бір мезгіл жүгіру Алла сыйға берген денсаулықты бағалай білгенің. Биылғы денсаулық күніне орай спорт денсаулық кепіл атты жүгіру жарысы кәсіподақ ұйымының 65 жылдығына орай ұйымдастырылған. Ауа райының салқындығына қарамастан жүгіруден жарысқа түскен желаяқтарымыздың шоғыры университет стадионынан көптеп байқалды. Шараның ашылу барысында спорт ардагері Қалқаман Хасенұлы сөз сөйлеп, спортшылар қауымға өзінің ағалық тілегін арнады. Қазақта сөз бар. Басты байлық денсаулық дейді. Басталғалы жатқан жарыстарыңыз жемісті де жеңісті болсын. Аталмыш жарысқа Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ұстаздары мен студенттері белсене атсалысты. Алғашқы болып жарыс жолына 40 жасқа дейінгі әйелдер арасында 30 спортшы сынға түсті. Нәтижесінде экономикалық факультеттің ұстазы Гүлнар Байырова суырылып бірінші орынды иеленді. Ал ерлер арасынан мәреге тұңғыш болып Нұржан Бекентаев жетті. 40 жастан жоғары спортшы ұстаздарымыз жарыс көрігін қызырып бақты. Олай дейтініміз орта жасқа жеттім деп бұл жастағылардың жарысқа қатыса қоюы әрине неғайбыл. Дегенмен әйелдер арасында жарысқа түскен 8 спортшының арасынан Қарлығаш Әбдіхалықова жеңіске қол жеткізді. Ал ерлер арасындағы өткен жарыста Қалқаман Хасенұлы бірінші болып жеңіс тұғырынан көріне білді. Олардың айтуынша бұл жаста өздерін ширақ сезінулері үнемі осы спорт түрімен айналысқандығының арқасында дейді. Жарысқа қатысқан студент жастардың қатары да мол болды. Ерлер арасынан өткен жарыста ветеринарлық факультетінің студенті Завальников Денис Мари сызығын бірінші болып кесіп өтсе, ал қыздар арасындағы жеңіс аграрлық биологиялық факультеттің студенті Папаева Махаббатқа бұйырды. Бүгін біздің университет қабырғасында дәстүрлі денсаулық күні өткізіліп жатыр. Жаңа өздеріңіз көргендей, жаңа облыстық кәсіподақ ұйымының атынан мақтау қағаздарына ие болды. Сонымен қатар үздік кәсіподақ ұйымына студенттердің біз университет кәсіподақ тарапынан да марапаттау жасалып жатырмыз. Енді бұл тек қана бұнымен ғана шектеліп қоймайды. Бұл жылдағы дәстүр бойынша бізде қыстыгүні шаңғыдан да осындай көптеген шаралар ұйымдастырылады. Жарыс соңында барлық жеңімпаздарға мақтау қағаздары мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Осылайша өткізілген шара жүгіруден жарысқа түскендердің бәйгесіне куә етті. Елімізде спортты дамытуға көп көңіл бөлініп жатқан тұста бұл шараның маңызы мен мәні жоғары. Әрдайым салауатты өмір салтын тұрақты қалыптастыруға бүгіннен атсалыссақ, болашағымыздың жарқын болары сөзсіз. Ақбота Қалдыбек, Батыржан Қабжанов, Жастар ТВ. Осымен журналистика мамандығын дайындаған жаңалықтар топтамасы аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.